Ешқандай етті фаршты қолданбай сіздерге манты жасауды көрсететін боламын. Видеом қызық болса міндетті түрде соңына дейін қарап, пайдалы болған болса міндетті түрде каналыма тіркеліп алып және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. 3 дана жұмыртқамыздың үстінен осылай мұздай суымызға тұзымызды салып жақсылап араластырып, дәл видеодағыдай жұмыртқаларымызға араластырып, барлығын біркелкі араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды салып, жақсылап елейтін боламыз, қатты етіп елейтін боламыз. Барлық қамырымызды осылай елеп дайындап алғаннан кейін 3 бөлікке бөлісіп ала қылып, осылай беті қаясып қалмас үшін пакетке салып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймын. Осылай теркадан өткізілген картопымыз және ұсақтап туралған пиязымыз, тұз, қара бұрыш және паприкамызды салып, және оның үстінен сиыр етінен бульонымызды салып алатын боламыз. Бұларды қазір араластырмаймыз. Осылайша салып дайындап қоямыз. Осылай арнайы Каспий магазиннен алған лапша резкаммен осылай қамырларын біркелкі етіп жұқа етіп жайып алғаннан кейін үстінен аздап қана сұйық майымызды салмасына салып жақсылап видеода көрсетілгендей араластырып алатын боламыз. Сонымен барлығын манты қамырларымызға салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп түйіп аласыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде бір рет болсын жасап көріңіздер. Етсіз де фаршсыз да дәл осындай дәмді манты жасауға болады достар. Егер де менің видеом сіздерге қызық болған болса, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осылай 4 қаз қаным дайын болып шықты. Бетіндегі сәл ғана толмай қалды. Алдын ала қайнап тұрған кастрюлькамызға 45 минутқа қойып, мантыларымды осылай пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай асты жабыспай, іштері ақтарылмай дәл осындай болып шығады. Қолмен де алып, осылай кепкірмен де алып көрсетіп жатырмын. Дәл осындай ішіндегі салмасының барлығы өте күшті, сочный, мощный болып шығады. Кез келген айранмен, кетчуп, майонезбен жей берсеңіздер болады. Отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер менің каналым ұнаған болса, подписаться жасап және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.